Pound for pound fighter in the world and the reigning UFC middleweight champion, Khamzat Force Chimaev. Иә достар, пресс-конференция қызық өтті. Барлық нәрсе айтылды. Чимаевтан да, Стрикландтан да. Енді жекпе-жек қалды. Енді мен прогноз жасап жіберемін. Сосын жекпе-жекті күтетін ғана боламыз. Сендермен мен Иманғали, сол ID арнасы, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Барлық қызықтар тек біздің арнада. Ал кеттік. Ал енді прогнозға көшейік. Ең бастысы тәттіден бастаймыз. Кhamzat Chimaev, Шон Стрикланд. Бұяқта бір 10 ретте бұлар екеуі бір-бірлерімен шықса, 10 рет Khamzat Chimaev жеңеді деп өз басым ойлаймын. 15-0, 16-0 болды. Шон Стрикланд күресі мүлде жоқ. Сабмишнмен жеңілмеген, енді жеңіледі. Немесе решениемен жеңіледі, Дюплесиден жеңілгендей. Чимаевтан Дюплеси жеңілгендей. Сондықтан бұяқта толықтай Khamzat Chimaev алып тұр. Неменеге біреулер күмән ұстайды, оны түсінбедім. Күресет обманный маневрмен греплингке кірет, болды. Сонымен жекпе-жек бітеді. Бұяқтан ешқандай да бір тосынсыйды күтудің қажеті жоқ Стрикландтан. Сондықтан Khamzat 100% жеңеді. Келесі жекпе-жек Джошуа Ван Татсура Тайра. Біздің Асу Алмабаевтың салмағы және Асу Алмабаев негізі Маренаны оңай жеңетін еді, және де осындай бір титулға шығып қалуы мүмкін еді. Өкінішті, әрине өкінішті, бірақ та енді екеуі де 2001 жылғы ма, 2000 жылғы ма қателеспесем өте жас жауынгерлер. Бұл жақта Джошуа Ван чемпион деп айтуға болмайды Джошуа Ван. Себеп Пантожаның қолы сына салды, сөйтіп поясты ала салды. Бір ондай жекпе-жек болғанда жоқ мүлдем. Ройволмен жақсы төбелесті, бірақ Ройволды Манель Капы талдыра салды. Сондықтан бұяқта сұрақтар көп. Джошуа Ван мықты ойбай дейтіндей. Татсура Тайра өте мықты. Жауынгер өте жорстке келген. Мен бұл жақта жекпе-жекті Татсура Тайраға беріп тұрмын. Джошуа Ванды орнына қойып, жекпе-жекті алып, толық 5 раундтық жекпе-жек болады деп ойлап тұрмын. Татсура Тайрадан толық доминирование жасап, ол поясқа жекпе-жек болғандықтан ол өте аккуратно, асықпай, бір моменттер болып жатса талдыра салады, немесе қылғындырып тастайды. Ал былай келгенде толық 5 раундтық жекпе-жек болады деп ойлаймын. Татсураға беріп тұрмын. Александр Волков, Вальдер Акоста. Вальдо Кортес Акоста. Бұл жақта Кортес Акоста өте талдыратын күші көп, қолында күші бар. Сондықтан бұл жақта Акостаға беріп тұрмын. Волковын ондай күресте қорған алады, Алмайдамен қорғанғандай, бірақ та бір ондай мықты деп айта алмаймын. Сондықтан бұл жақта бір удар негізі көп нәрсе шешеді тяжелый весте, бірақ та бәрібірде өз басым Акостаның удары мықтырақ деп ойлаймын, және Акостаға беріп тұрмын. Келесі өте қызықты Шавкат Рахмоновтың дивизионы Шон Бреди, Хоаким Бакли. Шон Бреди күреседі, жақсы күреседі деп сөйтіп айтамыз барлығымыз. Бірақ та Хоаким Бакли соңғы уақыт Усманмен дайындалуда. Одан жеңілгеннен кейін. Сондықтан Хоаким Баклиның күресі баяғыдай емес. Ал Шон Бреди соңғы Моралеспен төбелесті ғой, талып қалды. Және талғаннан кейін болды, мен легкий веске барам, жеңіл салмаққа, ойбай қиын екен мына жер деп сөйтіп сынып қалған болатын. Бірақ сосын ақыры қайтадан жартылай орта салмақта өнер көрсетіп жатыр. А Хоаким Бакли өте взрывной, атылатын, қолында күші көп. Стивен Томпсонды талдырды, біразын талдырды. Сондықтан бұяқта Хоаким Бакли нокаутпен Шон Бредиді жеңеді деп өз басым сенемін. Хоаким Бакли бұл жекпе-жекте әлбетте жеңіп тұр.
Келесі жекпе-жек Бобби Грин, Джереми Стивенс. Екі шал. Екеуі де пенсияға кету керек, біреуі тақырбас, біреуі жүн басқан. Бұяқта Джереми Стивенс жеңеді деп ойлаймын. БКФCде Конордың лигасында өнер көрсетіп жүрген еді, енді мына жаққа келді UFCге, және Бобби Гринға қалай төбелесу керегін үйретеді. Джереми Стивенс стойкада өте мықты, Бобби Грин ондай мықты емес, күресі де жоқ, PDP-ленден талып қалды, сондықтан Джереми Стивенс бұл жекпе-жекті алып тұр. Прелимида кейбір жекпе-жектерді айтып жіберейік. АТБ Гаутье камерунец жаңадан келетқан жауынгер, бірақ қарсыласын білмеймін. Сондықтан келесі жекпе-жектерді айта берейік. Жартылай орта салмақ. Қайтадан шафкаттың салмағы Ярослав Амосов. Украинец өте мықты жауынгер. Джоэль Альваресті смело алу керек. Альварестің соңғы жекпе-жегін көрдім, ондай қатты мықты емес. Сондықтан Ярослав Амосов алып тұр. 14-ші орынға жайғасыпты жартылай орта салмақта. Көтеріледі бұл болашақта. Тағы да қанды жекпе-жекті көрсететін Матеуш Ребецкий. Грант Доусонмен шығады. Бұяқта Ребецкий алады деп сенемін. Мықтыбекпен қанды жекпе-жек көрсеткені бәріміздің есімізде шығар. Мына Джим Миллер деген болды ғой, мына шалғауыш қою керек. Роман Копылов дейді. Міне, және тағы да Байсангүр Сусуркаев, Хамзат Чимаевтың қасында жүрген андайы, інішегі братишкасы. Орта салмақта осыған клен оңай жауынгерлерді беруде. Мына Джордан Сантос жүрген мешок. Байсангүр UFC'дің проекциясы, сондықтан бұяқта 100% жеңіп тұр. Мына Хосе Ачо айтпақшы Асу Алмабаевтан жеңілген 3 раундтық жекпе-жекте. Сондықтан қызық болады осы жекпе-жекті де қараған. Білмеймін, жеңіле ме, бірақ та қарап бақылаған қызықты, себеп Асу Алмабаевпен 3 раунд шыдап тұр, жас жауынгер. Біздің болжамдарымыз осындай. Келісесіңдер ме жоқ па, өз ойларында комментарияға жаза кетіңдер. Ал сендермен болған мен Иманғали, бұл Солайде арнасы. Барлық қызықтар тек қай арнада? Солайде арнасында. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар. Иншаллах, размажу его лицо через 2 дня. Я сказал ему, тебе осталось 2 дня. Иншаллах, я разнесу его лицо, размажу по всему октагону. Вытру им канвас после всех.